балам, менің жасап жатқаным қамшы. Бізге қалған асыл мұра, баға жетпес. Ұлттық құндылығымыздың бірі. Қазіргі уақытта әр қазақтың шаңырағында сән беріп ілініп тұратын бұйым. Халқымыздың тұрмыс тіршілігінде, салт дәстүрінде қамшының орын алатын орны ерекше. Бұл асыл бұйым ғана емес, сый-сияпаттың төресі. Сый ретінде, сыйлық ретінде жүретін болған. Ер жігіттің сирегі қамшы, шаңырақтың киесі саналған. Сол себепті қамшы қадір қасиетін білуіміз тиіс. Қамшы түрге бөлінеді. Ойыр қамшы, көкпар қамшы. Оны жасайтын арнайы шебер ұсталары болған. Ол жасайтын шебер ұстаны өрімші деп атаған. Қамшыны малдың егі қанған терісінен жасалған. Арқардың мүйізінен, еліктің тұяғынан, ою-өрнегімен сән беріп жасаған. Сол себепті қамшыны біз ұрпақтан ұрпаққа өсиет етіп айтуымыз тиіс. Анашым, не жасап жатсыз? Қызым, мен саған арнап тоқыма шұлық тоқып жатырмын. Баста аяғың жылы жүрсін деп. Тоқыма ұлттық қолөнеріміздің бірі. Ата-бабаларымыз шұлықты қойдың жүнін қырқап, оны ыстық суға салып, кептіріп, бояйды. Сосын одан неше түрлі бұйымдар жасайды. Ұлттық шұлық, көкірекше, тағы да басқа жейделер жасайды. Мен сенің аяғың жылы жүру үшін осындай тоқыма жасап жатырмын. Тоқыманы әр қазақтың қызы тоқып білу керек деп санаймын. Сондықтан саған үйретіп жатырмын, қызым.